Барлықтарыңызға сәлем. Менің Жадыруша ас үйіме қош келдіңіздер. Астына менің YouTube парақшамды белгілеп кетем. Лайк басып, лүпілдеріңізді қойып, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен күтемін. Бүгін біз Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге илектен өткізілген ұн, уксус 6%, май, салқын су және де жұмыртқа. Барлық заттарды астына описанияға жазып кететін боламын. Ал кеттік, қыздар. Бірінші ұнымыздың үстіне майымызды салатын боламыз. Төбеде қызым оянып кетті. Қызыма барып келейін, сосын жалғастырамыз. Қалайсыздар? Мен қызыма барып, қызымды ұйықтатып келдім. Енді осылай ұнымызды крошка қылып илеп аламыз. Үстінен чым-чым тұзымызды саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Уксусымызды, бір қасық уксусымызды қосатын боламыз. Осылай тағы да бір жақсылап илеп, үстінен салқын суымызды құямыз. Осылай, қыздар, жұмсақ қамыр шығатын болады. Енді осы қамырымызды таразымыздың көмегімен осындай бір ыдысымызға оны себелеп алып, нан болсаңыздар 70 граммнан өлшеп алсаңыздар болады. Мен 4 бұрышты ыдысқа жасаймын, сондықтан көбірек алам. 140-тан алам. Осылай жақсылап домалақтап алып, ыстықшқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Қонақ күтетін болсаңыздар, ерте дайындап қойсаңыздар болады. Өте жұмсақ қамыр болып шығады, қыздар. Қолға жабыспайды. Міне, қыздар, менде 6 қамыр шықты. Осылай бетін целлофанмен жауып, холодильникке салып қоямыз. Рахмет барлықтарыңызға. Біздің қамырымыз кішкене тыңғанша біз кремін дайындайтын боламыз. Осылай аузын жауып, тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Енді, қыздар, Наполеон тортымызды осындай 4 бұрышты қалыпта, осындай көпке қолданатын пергамент қағаздарын қолдансаңыздар болады. Сіздерге кеңес беремін. Бұл 1 жылға дейін жарайды, жуып қолдана бересіз, мүлдем жабыспайды. Осылай оқтауымызды, шанышқымызды, пышағымызды алып дайындаймыз. Міне, менде морозильникте кішкене қатып тұрды. Сіздер тез жасайтын болсаңыздар, холодильникке жарты сағатқа салып қойсаңыздар болады. Осылай пергаменттің үстіне
ұнымызды аз-аздан сеуіп аламыз. Ал енді нанымызды осылай бірінші алдымен қолыңызбен кішкене жұмсартып аламыз. Шет-шетіндерін мұжып, жақсылап осылай жұқартып аламыз. Ал енді пешімізді жақсылап қыздырып қоямыз. Осылай жұқартып аламыз. Ал енді оқтаудың көмегімен осылай жақсылап жұқартып аламыз, қыздар. Жұп-жұқа болу керек Наполеон тортымыз. Осылай шет-шетін жақсылап жұқартып аламыз. Сіздерге айта кететін, астына осындай тақтай қойыңыздар. Қалыппен кесетін кезде астындағы дастарханыңызда кес кетпейді. Сол үшін осындай тақтайдың үстінде жасағандарыңыз дұрыс болады. Не осылай қалыптың көмегімен басып, осылай түзулеп кесіп алатын боламын. Енді пышақтың көмегімен кішкене кесілмеген жерлерін осылай бір үстінен басып кесіп шықсаңыздар болады. Қатты кесіп жүрмеңіздер, қыздар, пергаменттеріңізді кесіп алмаңыздар. Ал енді осы өстіп шанышқының көмегімен тесіп аламыз. Піскен кезде көтеріліп кетпейді. Осылай барлық қамырымызды осылай дайындап аламыз. Бәрін осылай жақсылап кесіп, шанышқының көмегімен міндетті түрде тесіп шығыңыздар, қыздар. Піскен кезде томпайып, дұрыс піспей қалады. Міне, менде 6 күлшет қамыр шықты. Ал енді оны піседі. Ал енді Наполеон тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ыдыс, осындай три желанияның сгущенкасы керек. Барлық ингредиенттерді астына описанияға жазып кетем. Ерітілген май. Мен сіздерге айтатын кеңесім, осы Наполеон тортына қант қоспаймыз ғой, сондықтан да осындай сгущенкамен крем жасасаңыздар болады. Заварной кремге көп уақыттарыңыз кетпейді. Осы кремді тез дайын болады, әрі дәмді болып шығады. Кремін дайындап, морозильникке 10 минутқа қойып қойыңыздар. Сол кезде жақсы қою болып, жақсы жағылатын болады. Осылай сгущенканың бәрін салып, үстіне ерітілген майымыз салып, жақсылап араластыратын боламыз миксердің көмегімен. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болып шыққанша жақсылап араластырамыз, қыздар. Ал енді тортымызды жинайтын боламыз, қыздар. Мен астына осындай фольга қойып алдым. Креміміз, жаңағы жанында кесіп алған бөлек қамырымызды, піскен қамырымызды бөліп алып, осындай қолмен үгітіп, бетіне жан-жағына жаққанға дайындап қоясыздар. Бөлек ыдысқа. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Менде осындай 6 күлшет шықты. Соны осылай кремін жағып, жан-жағына. Қатты көп емес, қатты аз емес, осылай барлық қамырымызға жететіндей қылып кремді жағатын боламыз. Осылай тегістеп, әдемі қылып жағамыз. Жан-жақтарына кремдердің бәрін жеткізіп жағамыз.
Осылай екінші нанымызды да үстіне қоямыз. Қаттап қыздар, үстін баспаймыз, сынып кетуі мүмкін. Дәл осылай бәрін жақсылап тортымызды жинап шығамыз. Міне, осылай жақсылап жағамыз. Тортымыз жиналып келе жатыр. Кремдеріңіз осындай массада шығу керек. Осылай торттың крошкаларын жан-жақтарына жақсылап, әдемілеп сеуіп шығамыз. Осылай тортымызды жақсылап, әдемілеп жинап аламыз. Бетіне де жақсылап, осылай бір тегістей ғып крошкаларымызды сеуіп шығамыз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бұл оригинал рецепт, қыздар. Үйлеріңізге қонаққа келгенде жасасаңыздар болады. Ас болсын!